Арқалық қаласындағы дала өлкесі тарихи облыстық мұражайында орналастырылған осы біреу Өзбек Әлжанбектің мүсініне биыл 25 жыл толып жатыр. Бұл мүсіннің қысқаша тарихын айта кететін болсақ, мүсінді жасаушы мәдениет және өнер саласының үздігі, Қазақстан Республикасының суретшілер одағының мүшесі, сонымен қоса Арқалық қаласындағы беделді мүсінші суретшілеріміздің бірі, музейіміздің суретші реставраторы Сапарбек Ұзақов деген кісінің туындысы. 1991 жылы Сапарбек Ұзақов Жұмағали Өмірбектің ықпалыменен, сол кісінің тікелей шақыртуыменен біздің мұражайымызға жұмысқа орналасқан болатындығын. Енді айта кететін жайт, Сапарбек ағайымыздың ең алғашқы жұмыстарының бірі ол Амангелді Имамовтың мүсінін салу. Өте жоғары деңгейде әспеттелген, өте жоғары деңгейде баға алған сол мүсіннен кейін осы бір мүсінді біздің мұражайымызға тапсырыспен алынған болатындығын. 3 айға жуық жасалған жұмыс нәтижесі қарсаңында 2001 жылы біздің мұражайымызға келіп орналастырылған. Енді Өзбек Әлжанбектің 95 жылдығына орай Өзекеміз сіздер аяқ басып отырған біздің мұражайымызды өзі күтіп алып, өзі шығарып салады. Енді бір қызық жайт айта кететін болсақ, Арқалық қаласындағы дала өлкесі тарихи облыстық мұражайы Өзбек Әлжанбектің ашқан ең алғашқы тұңғыш мұражайы. Сонымен қоса, бұл кісінің өмір жолындағы ең соңғы мұражайының бірі Торғай ауылындағы Шақша Жәнібек Батыр атындағы мемориалдық музей. Осындай бір сыр шертетін үлкен бір жәдігерлерге толы мұражайымызға қонақ болып келгендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Және осындай жәдігер, осындай мүсін жалпы Арқалық қаласының ғана емес, жалпы бүкіл Торғай жұртының да, Торғай елінің де абыройын асқақтатып тұрғаны анық.